Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Маңғыстау байланысты челленджді қабыл алдым және жалғастырамын. Мен Қазақ Республикасының азаматы Әділет Сағындықұлы. Мен қазақ елімізді, отанымды, Қазақстанды, мынау бұрынғы біздің ата жауымыз, агрессор, фашист ел Ресей Федерациясының құрамына қосуына, құрамына кіруіне түбегейлі қарсымын. Біздің қазақ елі, қазақ мемлекеті егеменді, тәуелсіз, мынау бай қуатты, мықты, дамыған, демократиялық мемлекет болу керек, болу қажет. Және мен оның тәуелсіздігі үшін, еркіндігі мен егемендігі үшін қасық қаным қалғанша күресемін. 23-24 сәуірде өтетін мынау Қазақстан Халық Ассамблеясын жинап алып, Тоқаев елдің өзекті мәселесін, маңызды мемлекеттік мәселелерді жалпы талқылайды. Сол кезде референдум жайында талқылайды және жариялауы мүмкін. Сондықтан да біздің үлкен қауіп төніп тұр бізге. Жалпы мынау Ресейдің, Путиннің амбициясы, мақсаты бұрынғы Совет үкіметін құру және жоспары, жалпы соны Тоқаев былай айтқанда реализовать етеді, былай айтқанда орындайды. Себебі ол біздің Тоқаев, Назарбаев, Тоқаев жалпы билік, біздің билік, сатқын билік, опасыз билік, адал құлы Кремльдің, Путиннің. Сондықтан да оны Путин не айтса, соны жасайды Тоқаев деген. Сендер былай айтқан розовый очкилерін шешіңдер, қазақтар, қазағым. Үлкен қауіп төніп тұр. Біздің тәуелсіздігіміз, жалпы егемендігіміз сақтап қалуымыз керек біз, қазақтар. Сол үшін саяси сауатты болайық, саяси ояу болайық, намысты болайық, арлы болайық, екіжүзді болмайық, немқұрайлы болмайық. Еліміз, біздің қазақ еліміз, тәуелсіздігі, егемендігі, біздің отанымыз қыл үстінде тұр, түсініп отырсыңдар ма? Сондықтан да қапы қалмайық, сақ болайық, ағайын, мұқият болайық. 23-24-інде ертең референдум жайында жариялау әбден мүмкін. Тоқаев жағы ассамблеяның, халық ассамблеясының отырысында. Сондықтан да мұқият болайық, дайын болайық, ағайын. Саясатпен араласайық. Сол, ағайын. Саясатпен араласып, өз құқықтарымыз білейік, ағайын. Қазақтар, шынайы қазақ болсаңдар, саясатпен араласыңдар. Саясатпен араласпасаңдар, онда ұят сендерге, масқара. Біздің болашағымыз, еліміздің болашағын саясатпен айналыспағаның, және біздің, яғни ол біздің еліміздің болашағы үшін, өзінің балаңның, келер ұрпақтың болашағына алаңдамаған үшін түкіргенің бар болғаны, яғни саясатпен араласпағаны. Ондай қазақ болмайық, текті қазақ болайық. Саясатпен араласайық, айналысайық, белсенділерді қолдайық, жан-жақты болайық, кругозорымызды кеңейтейік. Жан-жақты қара, интернетте не болып атқан пропаганданың құрбаны болмайық, ағайын, қазақтар. Мынау хабар, атамекен, бизнес бәрі өтірік айтады, бұрмалайды ақпараттың бәрін. Сондықтан да хабар, Қазақстанға сенбеңдер, билікке сенбеңдер, Тоқаевқа сенбеңдер. Ешқандай бәрі өтірік олардың айтып тұрғаны. Мен сендерге айтып тұрмын. Сондықтан да қорықпайық, бірігейік, саясатпен араласайық. Сол саясатпен аралассақ адам боламыз. Халық боламыз, ел боламыз. Сол менің сүйікті қазақтарым.